Қайырлы күн. Бүгін қысқа метражды фильмде кедей жапон отбасынан шыққан 9 жастағы қыз гейша үйіне қалай тап болды. Және атақты гейшаға қалай айналғандығы баяндалады. 20 ғасырдың 30 жылдарының ортасы. Жапондық кедей отбасы. Екі қыздың анасы қайтыс болады, ал олардың әкелері жағдайға байланысты қыздарды пайда болған өте қолайлы делдалға сатады. Кіші қызы Чио гейша үйіне қызмет етуге жібереді, ал үлкен қызын Сатсу ойын-сауық аймағына жезөкшелер үйіне жіберіледі. Апалы сіңілілер бір күні көрісіп қалады, ал үлкені Чионы қашуға көндіреді. Бірақ Чионың қашуы сәтсіз аяқталды, ал үлкен әпкесі қаладан жалғыз қашып кетеді. Олар енді бір-бірін ешқашан көрмейді. Чио гейшалардың біріне ұнамай қалады, және ол Чиоға қарсы қастандық жасайды. Олардың арқасында, сонымен қатар сәтсіз қашып кетуіне байланысты, Чио болашақ гейша дәрежесінен жергілікті бастықтың Матушканың қызметшісі болады. Осы арқылы Чио барлық шығындарды жоюы керек. Чио мен Асқабақ гейшалар үйінде білім алады, және үй шаруашылығын атқарады. Хацумамон Чионы ұнатпайды, сен балық сасыған қыз заттарыма жолама деп талап қояды. Осылайша күндер, жылдар өте береді. Чио мен Асқабақ күнделікті үй шаруасын атқарып, сабағына және би өнеріне қатысып жүреді. Күндер өтіп Чионың өмірі гейшалар үйінде жалғаса береді. Өйткені ол Матушканың қатаң бақылауында болады. Бір күні көпір үстіне ренжіп жылап отырған Чионы бейтаныс, ақ жарқын жас жігіт сені кім ренжітті? Неге әдемі көздеріңнен жас ақты деп сұрайды. 12 жасар Чио келбетті жігітке тамсанып үнсіз тұрды. Төраға кішкентай Чионы балмұздақпен тамақтандырды. Бұл оқиға Чиоға қатты әсер еткені сонша, ол берген ақ орамал мен ақшаның барлығын ғибадатханаға апарып, бір күні гейша болып, онымен қайта кездесуді қалайды. Бірнеше жылдан кейін үйде атақты гейша Мамеха пайда болып, Чионы жаттықтыру үшін өз орнына апарады. Олардың бірге атқаратын үлкен міндеті бар. Чио үйренуге әдетте жылдар қажет нәрсені бірнеше айда үйренуі керек. Чио есімін өзгертіп, жаңа есімді Сайури болады. Сайури бұл өнерде озық, бірақ олардың түпкі мақсаты күрделірек және бұл ойындағы ставкалар үлкенірек. Сайури Матушканың мұрагері болуы керек. Сайури қаладағы ең атақты гейшаға айналуы керек, сонда ғана Матушка оның пайдасын көреді. Бірақ Сайури Матушканың мұрагері болғысы келетін жалғыз адам емес. Хацумамон Сайуридің аяғынан шалғысы келіп сыртынан құйтырқы әрекеттер жасайды. Сайури туралы лас қауесеттер таратады, оның беделіне кедергі келтіруі керек. Бірақ бұл жауларға көмектеспейді. Сайуридің пәктігіне арналған аукцион рекордтық сома 15.000 йен жинады. Бұл оның Матушка алдындағы барлық қарызын жабудан да көп. Матушка Сайуриді асырап алғанын, осылайша оны мұрагер ететінін хабарлайды, және оның тегін Нитта береді. Осылайша ол Сайуримен бірге гейша үйінде өскен және осы өлкенің тәжірибелі гейшасы Хацумамонның сіңілісі болған Асқабақ қызды асырап алу туралы бұрынғы шешімін өзгертті. Хацумамон Сайуриді қызғанып оған тап беріп намысына тиетін сөздер айтады. Сайуридің бөлмесіндегі барлық заттарды шашады. Бір кезде бөлмеден өрт пайда болып, үйдің іші өртке оранады. Хацумамонның қызғанышын сезген Матушка оны үйден бір жолата қуып шығады. Сайури үшін тамаша перспективалар ашылады. Бірақ содан кейін соғыс басталып, Сайуриді төраға алыстауға аттандырады. Ол өзінің қолөнерін ұмытып, қарапайым жұмысшыға айналуы керек, күріш өсіру, кір жуу, тағысын тағы. Осылай бірнеше жылдар өтеді. Сайури енді гейша болмайтындығымен келісіп үлгерді. Елді су басқан америкалықтар жапон мәдениетін түсінбеген, кез келген жезөкше бетін ақтап, өзін гейша деп атайтын. Бір күні ол білетін жапон кәсіпкері Нобу Сайуриге келіп, бір мәселеде көмек сұрайды. Сайуридің сүйкімділігі американдыққа әсер ету үшін қажет. Ол бизнесмен табысты келісім шарт алуға байланысты. Кездесуге төрағада қатысуы керек, сондықтан Сайури келіседі. Ол соғыс кезінде және соғыстан кейін американдық сарбаздардың көңілін көтерген Асқабақты іздейді, және олар бірге саяхаттайды. Америкалық жігіт Сайуриге өте қызығушылық танытып, оған жақын қарым-қатынас ұсынады. Нобу мұны байқайды. Сайуримен түсіндірмесінде ол оны қызғанады, және егер оны тағы бір американдықпен көретін болса, ол үшін мәңгілікке жоғалып кететінін айтады.
Сайури Нобуды бұл рөлде көргісі келмейді, өйткені ол кезде гейша кодексіне сәйкес ол төрағаны сүйе алмайды, өйткені ол Нобудың бизнес серіктесі. Сондықтан ол американдықпен жақын қарым-қатынаста болуға келсет, ал Асқабаққа ең қиын сәтте Нобуды келуді сұрайды. Бірақ Асқабақ әдейі төрағаны әкеледі, ол Сайуриді американдықпен жақын қарым-қатынас болғанын көреді. Неліктен бұлай жасады деп сұрағанда, Асқабақ Сайуридің төраға жігітке деген сезімін білетінін, және осылайша оның бұрынғы наразылық үшін кек алғанын айтты. Осы оқиғадан кейін Сайури төрағаны мәңгілікке жоғалттым деп санайды. Ол өзінің туған жері Йороидаға келеді, ол бір кездері төраға сыйлаған ақ орамалды теңізге лақтырып жібереді. Сөйтіп мәңгілік ұмытады. Сайури гейша ретінде жұмысын жалғастырады. Бірде, Матушканың айтуы бойынша, Нобу ұйымдастырған кездесуге келгенде, ол сол жерде төрағамен кездеседі. Ол оған Нобу американдықпен болған оқиғаны біліп сөзін ұстап тұрғанын, және енді Сайуриді көргісі келмейтінін айтады. Осыдан кейін Сайури оны кешірмейтінін айтады. Бірақ төраға кешірім сұрау керек деп санайды, және Мамеха Сайуриді қанатының астына алғанын айтады. Ол Сайуриді ұнатқан Нобу үшін өзінің сезімі туралы үндемегенін мойындайды. Өз тарапынан Сайури төрағаға жақын болу үшін гейша болғанын мойындайды. Фильм ұнаса қолдау білдіріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.